Bunların tekerleği var. Hoş. Çabuk gelin ha. Ya bismillah. Ya bismillah. Al bizga transfer keldi. Biz Istanbul aeroportuna qaray chiqib bara жатырмыз. Uyga qaray amon-eson bola chaqamizga жетіп alayıq. Ал. 7-8 адам кетер екен. Я бірақ былай отырған неудобно ғой, теріс қарап отырған деймін да. Ұқсасың ғой. Я точно ұқсасың ғой. Теріс қарап отырған. Атам отыр. Кеше жолда. Қырсық звондағы сөйлем. Жаңа аэропорты Истанбулдың қаладан 45 километр ұзақтықта орналасқан. Қазір кешке таман пробка болуы мүмкін деп ертерек шықтық. Отель Гранд Вашингтон. Бұларда да жолдарында лежачий полицейский өте көп екен. Мешіт. Перекрестіктерінде өйстіп полицейскийлер тұрады. Но полицейский мотоциклде жүреді екен. Осының темір шлагбаумдары бар. Керек кезде түсіріп қояды, керек кезде көтеріп қояды. Мына жақта чайкалар жүр. Қызыл флаг ілініп тұрған здание местный акимат па, муниципальный бір какой-то здание ғой. Районның акиматы. Бұл да сондай государственный бір ғимарат. Теңіздің үстіндегі мостқа қарай шықтық. Арғы бетінде үлкен этаж үйлер. Ол жақ европейский часть болып есептеледі. Міне кеме, теңіз.
келе жатқан кезде метромен келген едік. Бұл кезде қолымызда жүгіміз жоқ еді. Ал қазір қолымызда 4 чемодан болғаннан кейін трансфер жалдадық. Өйткені метроның турникеттерінен өтуге қиын болады сумкалармен. Көрдік, жолдың бойында сатып жатыр, машинаға теріп қойған. Бір штугын 100 лирадан. Лала дейді. Туристический район болғаннан кейін бір несін тілігін кесіп қойған, тазалап, вилкасымен береді. 60 лирадан сатып жатыр соны. Заправкаға келдік. 47-де 14-тен екен. Литр фияты. Мына жақта карточкамен де төлей беруге болады. Безналичный расчет. Водитель түскен жоқ. Заправщиктен өзі келді. Карточкамен төлеп жатыр. Төртте 55. 44 лира 55 куруш тұрады екен. 10 лираға қазір көреміз қанша литр кететінін. Bir litrге құйылады. Плюс-минус. Германийский литр 45 миллилитр құйылған. Жанында мойкада тұр екен, міне. Бесконтактный.
şey yapalım. Aldım telefonda şıkladım kayıt koyasam. Aha altına gari var mı? Mesela su içten любой кола, фанта литр аласың салқын болып тұра береді. Bir şey kayıt oldu. Мың лира біздің теңгемен есептегенде 13.020 теңге болады екен. 13.020 теңгені 22 литр 45-450 миллилитрге бөлсек, сонда 1 литр солярка 580 теңгеден түсіп жатыр. Рейд болып жатыр ма бірдеңе жолда. Олардың полицейскілері водительдерді полностью тексереді екен, қалталарын, киімдерін, водительский местоны ашып қойды. Қыз водительдерге қыз полицейскілер екен, еркек балдарға еркек полицейскілер екен. Қазір пробка болғаннан кейін мынандай аэропортқа апаратын трассасына 45 минут дегенде шықтық.
да келді экономисен. Аға айтыңыз, 4-ші кіріштеміз деп. 4-ші кіріштеміз деп. Teşekkürler. Bay bay. Ha? Ne var? Kurt gelinde kança turatma? Lira. Ана екінші путьқа таксистер тоқтайды, одан кейінгі путьқа кішкентай сары таксистер тұрады. Ана біріншіге тек қана автобустар тоқтайды. Біз қазір мынандай тележка алуымыз керек. Барлық аэропорттарда ол тележкалар тегін беріледі, тек қана бұл Истанбулда ғана бұл тележкалар платный. 85 лира дейді. Ардақ 85 лира дейді. Сондай болып кеткен бе? 2 евро, я. Енді аласың ба? Аламыз, я. Сүйрейсің ба? Сүйрей аласың ба? Мына жерге де сүйрей. Ал мен қазір барып ана жақтан өзімізге тележка алып келдік. Бізде 4 чемодан бар, және пакеттеріміз бар. Солардың барлығын қойып, таможный контрольға дейін қиындықсыз алып бару үшін 85 лира төледік, немесе 2 евро. Біз Түркістанның, Шымкенттің, Ташкенттің аэропорттарында болғанбыз. Ол аэропорттардың барлығында бұндай тележкалардың барлығы еш қиындықсыз, ешқандай төлемсіз тегін алуға болады. Ал қазір Стамбулдың аэропорты үлкен болғандықтан өзіміздің комфортымыз үшін ақша төледік. Осымен бүгінгі менің видеом бітті. Менің видеома лайк басып, коммент қалдырып қолдап кетіңіздер менің каналымды. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар, достар.